Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен пахлава пісіретін боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай сары майымызды ертіп алғаннан кейін үстіне шекер қосып кішкене араластырамыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамыздың сарысынан ағынан бөлек қылып алып майдың үстіне салатын боламыз. Мен бір жұмыртқаны байқаусызда салып жіберіппін, ештеңе етпейді. Осылай барлық 5 жұмыртқамызды да жарып салатын боламыз, ал осылай 5-ші сарысын алып қаламыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне айранды құйып тағы да араластырамыз. Мен бұл жерде айранға сода қосып қойғанмын, ол жерде айран реакция берген. Содан кейін барлығын араластырып, үстіне ұнды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Үстіне қопсытқышты қосып, тағы да араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Біз оны холодильникке салып қоятын боламыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Жаңағы жұмыртқаның ағына шекерді кішкене қоса отырып, араластырып, міне бізде осындай көбік пайда болады. Ұзақ араластырғаннан кейін, одан кейін жаңғағымызды, мейізімізді салып, тағы да кішкене араластырамыз. Осылай міне бізде крем дайын болды. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап жаятын боламыз. Осылай үшеуінде жайып алатын боламыз. Өзіңіздің табаңыздың формасына қарай жайып алсаңыз болады. Дөңгелек немесе төртбұрышты қылып. Мен төртбұрышты табада пісірдім. Осылай дайын болған қамырларымызды кезегінен ала отырып, осылай өте жұмсақ қамыр пайда болады. Қыздар, қолмен де түзулесеңіздер кішкене икемге келеді. Осылай төртбұрышты формамызға жайғастырып алатын боламыз. Осылай барлық бұрышын теңестіріп алғаннан кейін, дайын болған кремімізді құйып, осылай барлық шетіне жақып шығатын боламыз. Кремді құйып болғаннан кейін, жақсылап орналастырып болғаннан кейін, екінші қатарды қойып, артық жерлері болса алып тастаймыз. Қалған кремнің барлығын осы екінші қатардың үстіне құятын боламыз. Осылай үшінші қатарымызды да төсеп, барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Одан кейін жаңа алып қалған бір жұмыртқамызды осының үстіне жағатын боламыз.
Қыздар өте дәмді болады, шайға бір қойғаннан-ақ жоқ болады. Өте мамық, жұмсақ әрі бір жасағаннан шығады. Одан кейін жаңғақтарды осылай әр бөлікке қойып шығатын боламыз. Кішкене қызарғаннан кейін пеште әсел жағатын боламыз. Жылтырап әдемі көрініс береді. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Сіздермен болған мен Жібек. Мені көргендеріңізге рахмет. Міне біздің пахлавамыз осылай дайын болып шығады.